Ассалаумағалейкум құрметті достар, сіздермен адам организмі арнасы. Бүгінгі видеода біз адам организміне қара зеренің пайдасы жөнінде және зиянды әсері жөнінде айтатын боламыз. Сондықтан қызықты ақпаратты жіберіп алмай соңына дейін көруіңіз сұралады. Қара зере тұқымы хош иісті дәмдеуіш ретінде тағам дайындауда кеңінен қолданылады. Бірақ бұл оның барлық қасиеті емес. Осы кішкентай тұқымдардан қара зере майы деген өте пайдалы қасиеттері бар тамаша өнім шығарылады. Қара зере майының пайдасы. Шығыс емшілері қара зере майын мыңдаған жылдар бойы қолданып келді. Ал жақында заманауи ғалымдар да оның құндылығын мойындады. Көптеген зерттеулер барысында осы өнімнің ағзаға әсер ете алатын және көптеген ауруларды емдеуге көмектесетін бірегей химиялық құрамы бар екендігі анықталды. Құрметті достар, осы айдың аяғына дейін каналымызды 30 мың жазылушыға дейін жеткізуді жоспарлап отырмыз. Сондықтан видеомызға лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпағайсыз. Сіздердің кішкене ғана әрекетіңіз біздерді жаңа пайдалы видеоларды шығаруға шабыттандырады. Қара зере майында жүздеген белсенді зат бар. Оған көп қанықпаған май қышқылдары, амин қышқылдары, фитостеролдар, эфир майлары, сапониндер, тимохинон, нигилон, бета-сестерол секілді органикалық қышқылдар жатады. Бұл өнім кальций, фосфор, мыс, селен, мырыш, темір, А, С, Е, Б дәрумені мен басқа да көптеген бағалы компоненттерге және микроэлементтер мен витаминдерге бай. Қара зере майы әртүрлі және бай құрамының арқасында мынадай әсерге ие: иммунотүрлендіргіш, қабынуға қарсы, бактерия жойғыштық, аллергияға қарсы, қызуды түсіретін, ауруды басатын, қақырықты түсіретін, несеп айдататын, тыныштандыратын, өт айдататын және тырыспа жоюшы қасиеттерге ие. Пайдасы мен зияны ұзақ уақыт бойы қолданылуымен расталған қара зере тұқымынан алынатын май бүгінгі таңда да кеңінен қолданылады. Бұл асқазан ішек жолдарының жұмысына жақсы әсер етеді. Оны қалыпты тұтыну, шамадан тыс газ жиналу сияқты жағымсыз әсерді шешуге көмектеседі. Бұл өнім асқазандағы толық жиырылу мен қышқылдықты қалпына келтіреді. Диареяны жойып, қабынуды азайтады. Ішек ауруларының қоздырғыштарын және патогендерін бұзады. Тіпті құрттарды жояды. Ал өт айдататын әрекетінің арқасында өттің іркілуін жоюға және өт жолдарын тазалауға көмектеседі. Зере майы бауырға да жақсы әсер етеді. Бұл май бауырдағы уытты заттарды шығаруға көмектесіп, оның құрылымын қалпына келтіреді және қабынуды азайтады. Бұл майды өт қабына таспайлану, гастрит, гепатит, дисбактериоз, панкреатит, гельминтоз, холецистит, асқазан жарасы, цирроз, панкреатит, энтероколит, бауыр циррозы сияқты ауруларды емдеуде қолдануға болады. Сондай-ақ бұл май қан тамырлары мен жүрекке пайдалы. Аталған өнім қан тамыр өткізгіштігін және холестеринді төмендетеді және қан тамырларының қабырғасын мықты етіп, қан қысымын төмендетіп, сондай-ақ қанның ұюын және беріштік түйіншектің алдын алады. Қара зере майы гипертония, атеросклероз, варикоз, жүректің ишемиялық ауруы, қанның ұюы, вегетососудистая дистония, тромбофлебит, мидың қан айналымының бұзылуы секілді ауруларды емдеуде жақсы нәтиже көрсетеді. Сонымен қатар, зере майы күшті антиоксидант болып табылады. Ол жасушаның өміршеңдігін жоғарылатып, олардың қалыпқа келу мүмкіндігін арттырады және еркін радикалдарды жойып, ағзаның жастығын ұзартады. Ал зере майын үнемі тұтыну орталық жүйке жүйесінің жай-күйін қалыпқа келтіріп, есте сақтауды жақсартады. Сондай-ақ физикалық және ой жүктемелерін жеңіл көтеруге көмектеседі.
Сонымен қатар ол метаболизм процестерін белсендіреді және иммунитетті көтереді. Зере майы ер адамдарға ұрықтың сапасын жақсартуға, жыныстық белсенділік пен әлеуетті арттыруға көмектеседі. Бұдан басқа, зере майы ерлердің жыныс мүшелерінде қабыну процестерінің дамуының алдын алуға жақсы ем болады. Ал бедеулік, қуық асты безінің аденомасы, қуық асты безінің қабынуы секілді аурулардан зардап шегетін ер адамдар зере майына ерекше назар аударуы қажет. Зере майы әйелдер үшін де пайдалы. Оны тұтынудың арқасында гормоналды балансты қалыпқа келтіріп, қабынудың және тіпті жыныс аймағында ісіктердің пайда болуының алдын алуға болады. Бұл май сондай-ақ бала емізетін аналарға сүттің жақсы шығуына көмектеседі. Сондай-ақ қара зере майының температураны төмендету, қақырықты түсіру, вирусқа қарсы және бактерия жойғыштық әсері, бронхит, пневмония, жөтел, тамақ ауруы секілді ауруларды емдейтін қабілет туралы да атап өткен жөн. Әрбір заттың пайдалы әсерінен де бөлек зиянды тұсы да болады. Қара зере майының басқа да көптеген күшті дәрілік өсімдіктерден айырмашылығы, ол ағзаға елеулі зиян келтірмейді. Сондықтан оны қолдануға аса көп қарсы көрсеткіштер болмайды. Ең алдымен бұл өнімді жүкті әйелдер қолданбауы керек. Себебі ол жатырдың кішіреуіне әкелуі мүмкін. Сондай-ақ, оны жақында ғана ағзаны трансплантациялау отасын өткерген адамдарға да қабылдауға болмайды. Бұл жағдайда майдың күшті иммунокүшейтуші қасиеті ағзаны қабылдамауды тудыруы мүмкін. Зере майы қысымды төмендетуге қабілетті болғандықтан, қан қысымы төмен адамдар оны бар сақтықпен қолдануы керек. Сонымен қатар, оны 3 жасқа толмаған балаларға беруге болмайды. Және, әрине, бұл өнімді жеке төзімсіздікке байланысты көтере алмайтын адамдарға қолдануға қатаң тыйым салынады. Ал қалған адамдар қара зере майын тек бақылаусыз қолданған кезде және ұсынылған дозадан көп қолданған жағдайда жағымсыз әсер көрсетуі мүмкін екендігін ескеруіңіз қажет. Қара зере майын қалай қолданамыз? Қара зере майын қолданғанда оң нәтижеге жету үшін тек суық сығымдау арқылы дайындалған әртүрлі қоспаларсыз жоғары сапалы органикалық өнімді ғана қолданыңыз. Дегенмен, зерені қолданудың көптеген жолдары бар, ал олардан жасалатын өнім де әртүрлі тәсілдермен қолданылады. Көп жағдайда оның мөлшері жасқа байланысты белгіленеді. Ереже бойынша 3-5 жастағы балаларға жарты шай қасықтан, 5-10 жастағы балаларға 1 шай қасықтан, 10-15 жастағыларға 1,5 шай қасықтан артық бермеу керек. Ал ересектерге арналған майдың оңтайлы күнделікті дозасы 2 шай қасық. Ең дұрысы, зере майын жылы суға қосып, тамақтанғаннан кейін шамамен 20 минуттан соң ішу керек. Жас ерекшеліктен басқа, зере майының қолданылуы мен дозасы қандай ауруды емдейтініңізге байланысты болады. Ал ендігі кезекте рецепттерге кезек берейік. Қара зере майын әртүрлі ауруларды емдеуге қалай қолданамыз? Иммундық жүйені нығайту және әл-ауқатты жақсарту үшін күніне жарты шай қасық қара зере майына балға қосып қолданса жеткілікті болады. Қақырықты түсіру үшін лимоннан 1 шай қасық шырын сығып, оған 10 тамшы зере майын қосыңыз. Бұл құрамды күніне 3 рет тамақтану алдында аз уақыт бұрын ішу керек. Құлақ аурулары кезінде ауырсынуды және қабынуды жеңілдету үшін 1 тамшы қара зере майын ауырған құлаққа тамызу ұсынылады. Диарея, яғни іш өту кезінде 1 стақан йогуртке 1 қасық зере майын қосыңыз. Дайын болған қоспаның жартысын таңертең, ал қалғанын кешке жеңіз. Бұл емдік курс 3 күнге жалғасады. Асқазан жарасы кезінде 1 стақан қайнаған суға 1 қасық зығыр тұқымын қосып, зығыр тұқымының қайнатпасын дайындаңыз. Содан кейін тең мөлшерде оны зере маймен біріктіріңіз. Және бұл өнімді таңғы ас және кешкі ас алдында 1 шай қасықтан қолданыңыз. Қандағы холестерин деңгейін төмендету үшін күн сайын ашқарынға жалбыз жапырақтарымен 1 қасық бал және 7 тамшы зере майы қосылған қайнатпа ішуіңіз қажет.
Бұл қайнатпаны қабылдау кезінде майлы тағамдарды тұтынуға болмайды. Қан қысымы жоғары болған кезде бұл жағдайда түймедақ немесе қарапайым шайға 5 тамшы май қосып шай ішкен пайдалы. Бұған қоса денені зәйтүн мен зере майы қосылған сұйықтықпен уқалап шығу ұсынылады. Айтпақшы, зере майы қосылған бұл шайды күніне 3 рет іше отырып, мидың жұмысын жақсартуға және кешкі астың алдында қолдану арқылы ұйқысыздықтан құтылуға болады. Суық тиген кезде суық тиюді зере майы қолдану арқылы бірнеше жолмен емдеуге болады. Мысалы, зере мен зәйтүн майын бірдей мөлшерде араластырып, күніне 3 рет мұрын тесігіне тамызуға болады. Сондай-ақ 1 литр ыстық суға 1 қасық зере майын қосып, соның буымен демалса да болады. Тұмау кезінде мақтадан кішкентай тампондар жасап, оларды майға салыңыз. Содан май сіңген тампондарды мұрынға қойып 20 минутқа қалдырыңыз. Егер сіздің денеңізде безеу болса, 1 қасық зере майына 8 тамшы лаванда майын және 6 тамшы шай ағашының майын қосыңыз. Бұдан алынған құраммен бетті майлап 15 минуттан кейін жуыңыз. Шаш түсуі кезінде шашты нығайту және оның түсуін тоқтатуға зәйтүн немесе зере майының қоспасы көмектеседі. Ол үшін зәйтүн мен зере майының қоспасымен бас терісін сүртіп 20-30 минутқа қалдырып қою керек. Осындай рәсімді аптасына 3 рет жасауыңыз қажет. Ал әсерін жақсарту үшін қосымша зере қосылған шай ішу керек. Ал зақымдалған шаш үшін қара зере майы жиі боялып бұйраланып немесе түзетіліп, химиядан зақымдалған шаштарға жақсы көмектеседі. Бұрымды қалпына келтіру үшін 10 мл зере майына 30 мл жожоба майы мен 10 тамшы түймедақ майын қосыңыз да дайын құрамды шаштың түбінен ұшына дейін жағып, целлофанмен және сүлгімен орап қойыңыз. Осылайша бұл масканы бірнеше сағатқа қалдырыңыз. Целлюлитке қарсы массаж жасау үшін. Целлюлиттен құтылу үшін проблемалық аудандарға зере майын жағыңыз. Содан кейін оны жақсылап ысқылап, қызарғаннан кейін белсенді түрде массаж жасаңыз. Оны шамамен 20 минут бойы жасау керек. Мұндай массажды 2 апта бойы күнделікті жасағаныңыз дұрыс. Құрметті достар, видеомыз ұнаған болса, лайк басуды, каналға жазылуды және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Келесі кезекте қандай видео көргіңіз келетіні жөнінде комментарийге жаза кетсеңіз болады. Және де осы видеоны туыстарыңызға, достарыңызға жіберіп, олардың да дені сау болуына өз септігіңізді тигізіңіз. Келесі видеоларда жүздескенше аман сау тұрыңыздар.